Қайырлы күн, бұл дебатл ұрпақ және мәдениет диалогына арналған бағдарлама аясында біз қоғамдағы өзекті мәселелер туралы талқылайтын боламыз. Бүгінгі бағдарламамыз қазақ тіліне арналатын болады. Менің атым Гүлмира, енді студиядағы қонақтармен таныстырып өтейін. Философия ғылымының кандидаты, тәуелсіз зерттеуші ғалым Қанағат Жүкеш және саясаттанушы Талғат Жаныспай. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Енді қазіргі кезде жаңа Қазақстан туралы жиі айтамыз ғой. Бүгінгі таңдағы жаңа Қазақстандағы қазақ тілінің жағдайы қалай болады деп ойлайсыздар? Қалай бағалайсыздар? Бірінші сөз кезегін Қанағат ағаға берсек. Бұған қатысты айтатын сөзіміз көп, мұның әртүрлі кілтипандары да көп. Толып жатқан оның сипаттамалары, себептері әртүрлі осыған қатысты. Бұл мәселеге қатысты мәселелер көптеп айтылып та жатыр, жазылып та жатыр. Енді соның ары қарай жалғасы ретіндегі бүгінгі тақырыпта көтеріліп отырған, сіздердің қойып отырған сұрақтарыңыз өте орынды және маңызды деп есептеймін. Енді ең алдыменен мына жастар тілді игеруге соншалықты құштарлық танытпай отыр дегенге қатысты келетін болсақ, мен қазір жастардың ғана емес, жалпы біздің қазақ қоғамының солардың ішінде көпшілік жағдайда зиялылардың, қазақ тілділердің, оның ішінде орыс тілділердің, басқа халықтарында осы мәселеге келгенде кібіртіктеп алға қарай жылжалмай қалуын көріп отырмыз, және бұл көптен бері осы бір үлкен бастау ортатын мәселеге айналып келе жатыр. Менің бұл жердегі айтайын дегенім тек қана жастар емес, біздің жалпы осы қазақ қауымы, соның ішінде қазақ тілділер бар, басқа тілділер бар, осылардың барлығы айналдырып келгенде осы тілге белгілі бір деңгейде құштарлық танытпай отыр дегеннен гөрі, мен ол біздің қауымның сол тілді меңгере алмай отырған адамдардың көңілін бөлгім келеді. Талғат, сіз өзіңіз қалай ойлайсыз, бүгінгі таңда қазақ тілінің деңгейі жағдайы қандай деп айтуға болады? Енді бүгінгі таңда қазақ тілінің жағдайы өзіміздің елімізде тұрып, өзіміздің жерімізде тұрып, қазақ жалпы осы мемлекеттік құраушы ұлт ретінде тіліміздің жағдайы өкінішке орай мәз емес. Енді 50-60 жылдары Қазақстанда кеңес үкіметі кезінде, переселендер келетін кезде бас аяғы Қазақстанның территориясында 800-ге жуық қазақ мектептері өкінішке орай жауылды. Одан кейін біртіндеп сол кеңес үкіметі кезінде Алматының өзінде сол кезде 1 миллион тұрғыны бар халықтың небәрі Алматы қаласында бір ғана таза қазақ тілді мектеп-интернат жұмыс жасады. Бұл деген кеңес үкіметінің жалпы қазақтың халқына деген 33-30 жылдардағы ашаршылыққа бет алған, яғни геноцид жасалғанына қоса, яғни тілімізден де айыруға үлкен сондай бір саясат жүрді. Яғни бүкіл Қазақстанның территориясында кеңес үкіметі кезінде бір ғана Алматыда бір мектеп болу деген, бұл енді шын айтқан кезде тілімізді жоюға бағытталған саясат деп ашық айтуға болады. Енді қазіргі жағдайда жалпы Қазақстанда сол қазіргі 30 жыл тәуелсіздік алғанымызбен сол 800 мектептің кезінде 60 жылдар жабылған. Әлі күнге дейін енді ғана орын толтырып отырмыз. Қазір соңғы тәуелсіздік алған жылдардан бері сол 800 мектеп ғана біздің Қазақстанда жаңадан ашылды. Оның енді соңғы кезде қарап жатсақ, оңтүстік өңірлер, қазақиланған батыс өңірлерді алып қарайтын болсақ, жалпы қазақ мектептері ашылып жатыр. Дегенмен мынау ірі қалалар Алматы, Астана, солтүстік өңірлер, шығыс Қазақстан өңірлерінде көңіл көншітпейді. Өкінішке орай мектептер ашылып жатқанмен аралас мектептер ретінде ашылып жатыр қазіргі таңда. Қазір енді аралас мектептердің жалпы қазақ балаларына, жалпы қазақ аудиториясына тигізетін әсері өте көп. Өйткені кеңес үкіметі кезінде аты есімнен шығып тұр, қазір бір генерал сол кезде Қазақстанға жалпы қазақ балаларын түгелдей орыс мектептеріне, орыс сыныптарына бергізудің әдісін енгізеді.
сөйтеді да біршама уақыт өткеннен кейін қазақ мектептеріне барып аралайды. Бұлар жалпы қандай деңгейде қазақ мектебі балалардың бәрі қазіргі таңда өздерінің ана тілін ұмытып, орысша оқып жатыр ма, әлде орысша оқып жатқан жоқ па деп кабинеттерге кіріп тексереді. Қараса, енді мұғалімдердің бәрі орыс тілінде сабақ беріп жатыр, жақсы деңгейде өтіп жатыр. Сөйтеді да, жақсы деңгейде өтіп жатыр екен сабақ. Демек дейді, бөліп жібергенім, сонда сіздің пікіріңізше қазақ тілінің дамымай отырғанына, бүгінгі жағдайына кеңес үкіметі кінәлі деп ойлайсыз ба? Енді мен ар жағынан бастап келе жатырмын, қазір келеміз. Енді жалпы тілді түпкілікті жоюдың салдары неге тоқталады дегенге келіп жатырмын. Енді сабақтың бәрі орыс тілінде өтіп жатыр, бірақ орысша сөйлеп жатыр сабақ барысында. Ал енді кішкенеден кейін бақылайтын болса, қоңырауда шыға салып, балалардың бәрі шүлдірлеп қазақша сөйлеп жүр дейді. Сосын айтады, демек бұларға аралас мектеп ашу керек екен. Сонда бұлар қоңырауда тек қазақ тілінде сөйлемей, қоңырауда да орыс балаларымен орысша сөйлесіп, яғни өзінің ана тілін біртіндеп ұмытады деген саясат ұстанады. Сол себепті сол кезде басталған бұл аралас мектептер әлі күнге дейін келе жатыр. Қазіргі кезде жаңа Қазақстан деп жатырмыз, бірақ біз енді аяғымызды көтеріп қойып, кеңге салып, иығымызды жата беретін болсақ, жаңа Қазақстан деп өзден өзі келмейді, ол үшін әрекет керек. Әрбір біз енді көбінесе балық басынан шіриді деп жатамыз, билікті сынаймыз. Дегенмен әрине енді бізде сынап келдік 30 жыл бойы. Өкінішке орай, шенеуніктердің басым бөлігі қазақ тілінде, мемлекеттік тілінде сөйлей білмейді. Бірақ біз қарапайым халық ретінде де өзімізді әрекет жасауымыз керек бүгінгі таңда. Олай аяқты кеңге салып қойып жатуға болмайды. Енді жаңа Қазақстан дейміз, бірақ өкінішке орай қазіргі таңда соңғы 2-3 жылда ашылып жатқан мектептерді көрсеңіздер, қазақ мектептерінің таза қазақ мектептері болып ашылады деген мектептерге өзіміздің қарагөз қазақтың ата-аналар орыс мектебі, орыс сыныптары ашылсын, аралас болсын деп ушықтырып өтініш жазып жатқан солардың басым бөлігі өзіміздің өкінішке орай ашығын айтқанда қазақтың ата-аналары. Сондықтан әрбіріміз өзіміз қазақ мектебіне таза 100% балаларымызды беретін болсақ, өзіміз бір-бірімізбен қоғамдық орында болсын, қызметте болсын, отбасында болсын, қазақ тілінде сөйлейтін болсақ, ол іске асар еді. Мынау көрші кеңес үкіметінен шыққан Өзбекстан, Қырғызстан, тағы басқа Әзербайжан, Грузия, Украина сияқты мемлекеттер, олар өзінен өзі билікке қарап, билік осы өзіміздің мемлекеттік тілді реттеп берсін деп жатқан жоқ қой. Әрбір дүкенге барса да, басқа жерге барса да, өзінің өзбек тілінде сөйлеңіз, өзбек тілінде бізге нан сатыңыз деп өзбек тілінен сұрап нан сатып алады. Сондықтан біз өзіміз әрекет жасап, өзіміз осы қоғамның арасында қазақ тіліне деген сұранысты арттырмасақ, жаңа Қазақстан болмақ түгілі, басқа Қазақстан болса да осылай жүрісіміз жүріс болады. Қанағат аға, сіз келісесіз ба? Бірінші мәселе, қазақ тілінің осындай күйге түскенінің бірінші фактор ол мынау 60-шы жылдардағы компартияның билігінің қазақ тілін ары қарай дамытпай, оны перспективасы жоқ деп танып, соған қатысты тілге қатысты соны дамытпайтын теріс стратегиялардың қалыптасуы. Ол мысалы қазақ тілінің мына өндіріске араластырмау, ауылды жерде өмір сүруіне стихиялық ағысқа жіберу, қазақ тілінде ғылым шығармалары жазылмауы керек, терминдер қазақ тілінде айтылмауы керек, орыс тіліндегіден аударылуы керек, қазақ тілінің картотекасы, жалпы ғылыми жұмыстары жүрілмеуі керек. Қазақ тілінде сол кезде шыға бастаған қазақ тілі менен әдебиет деген ғылыми методикалық журнал болған. Ол да бастала бергенде соны жауып тастау. Мінекей осындай әрекеттер сонымен қоса ең үлкен көңіл аударарлық мәселе, қазақ тілі перспективасы жоқ деп мемлекет осындай саясат жүргізіп отырса да, тіл білімінің институты сақталып қалды. Филологтар жұмыс жасап жатты. Ал енді осыдан келіп мынандай сұрақ туындайды. Егер компартия тілге қатысты тосқауыл қоятын болса, оны ары қарай дамытудың қажеті жоқ деп тауып, әртүрлі тілді дамытпайтын стратегияларға жол беріп отырса, онда сол кездегі қазақ кеңес филологтары немен айналысты деген мәселе.
Енді бұл жерде логикадан өзінен өзі туындап тұр. Олар компартия нені нұсқаса, сонымен айналысты. Компартия оларға жалпы тілдің дамуына қатысы жоқ мәселелерменен, ал кейбір жағдайларда оны еркіне қоя беріп, келешекте өзінің перспективасын өзі жоғалтатындай деңгейге жеткізу мәселелеріменен айналысты. Енді осыдан кейін мен сол кездегі біздің беделді филологтардың шығармаларының барлығын тексеріп қарап отырып, бұл жерде мен бір өте бір сондай ауыр жағдайды көріп отырмын. Демек, қазақ кеңес филологтары 1991 жылғы біздің тәуелсіздікке дейінгі аралықта қазақ тілін ары қарай дамытуға келтірмейтіндей, көктетпейтіндей тұжырымдарды, идеяларды, ойларды қорытып, сондай зерттеулер жасаған екен. Ал енді осының барлығына, енді қазір сіз айтайын деп отырсыз, кім, мысалы, қандай шығарма, оның барлығы менде бар, оған қарай сүңгіп кететін болсақ, біз үлкен ары қарай әңгіме неге кетіп қалады. Енді мен осы жерде бір бағыттық нәрселерді ғана айтайын деп отырмын, бағыттық нәрселерді. Демек, кеңес өкіметі тілдерді жою саясатын жүргізді. Кеңес қазақ филологтары сол саясатты іске асыруға қатысты. Және сол бағытта өзінің зерттеу жұмыстарын жасады. Ал енді тәуелсіздік келді ғой. 91 жыл келді, еркіндік, ашықтық, келіп мінекей тілімізді ары қарай дамытайық деген барлық жерде биліктен де ешқандай кедергі болмайды, кең жол ашылды. Ал осыдан кейін не істеу керек еді? Осыдан кейін сол 91 жылдан бастап біздің кеңес қазіргі отандық филологтар кеңес кезіндегі осындай стратегияларға, теріс стратегияларға баға беріп, одан бас тартып, енді қазақ тілін жаңа тәуелсіздік жағдайында, индустриялы қоғам жағдайында, мемлекеттік тілге сай, ресми ақпараттарды толыққанды жеткізе алатындай деңгейге дейін көтеруге соған бағыттау керек болатын. Мінекей, осы мәселе жасалған жоқ. Ал сонда біздің қазіргі филологтар не деп айтады? Біз дейді, кеңес қазақ филологтарының бағыттарын, стратегияларын жоққа шығармаймыз дейді. Ал осыдан сіз не түсінесіз? Демек, кеңес қазақ филологтары компартияның нұсқауыменен тілді көктетпейтін идеялармен толы зерттеулер жасаса, ал біздің қазіргі филологтар, біз соны жоққа шығармаймыз, біз соны ары қарай дамытамыз дейді. Мінекей, бұдан айналдырып келгенде не болды? Сонымен айналдырып келгенде қазіргі қазақ тілінің тығырығы мынаған келіп тұр. Қазақ тілін аграрлы қоғамның бетімен кеткен, мейлінше бұзылған, мейлінше девиацияға ұшыраған тілді индустриялы қоғамның мемлекеттік іс жүргізетін, ресми аяда қолданатын деңгейіне қарай жеткізу үшін сол бағытты ұстап, соған қарай дамытып, сол деңгейді ұстап, соны жасау керек болатын. Мәселе мінекей осы жасалған жоқ. Соныменен біздің қазіргі сөйлеп жүрген тіліміз әбден аномалияға малшынған тұрмыстық деңгейдегі тіл. Ал бізде мына шенеунік неге сөйлемейді деген сөз ресми аяда қолданылатын стиль, ресми аяда қолданылатын терминдер, ұғымдар, атаулар, оның барлығы оған дайындалған жоқ. Әдеби норма жасалған жоқ. Әдеби норма деген ол аграрлы қоғамда жасалмайды. Әдеби нормаланған тіл ол индустриялы қоғамның тілі. Демек, индустриялы қоғам, товар өндірісі, нарықтық қатынастар, құқықтық мемлекет орнаған кезде, сонда тілге ерекше әдеби нормаланған, стандартталған тілге сұраныс болады, сондай талап болады. Мінекей бізде осы жоқ.
Сондықтан біздің қазіргі тіліміз аграрлық қоғамның тұрмыста әбден аномалияға малшынған формасын біз соны келіп енді басқалар неге үйрене алмайды, неге біздің тілімізді меңгере алмайды дегенге келіп отырмыз. Тілді меңгерту ол өте мүмкін, өте керек, және ол ең бірінші кезекте. Талғат, сіздің пікіріңізше жаңа қазақ тілін дамыту үшін ғылыми тұрғыдан қарау керек па? Сіз қалай қарайсыз ағаның айтқан пікіріне? Енді белгілі бір дәрежеде қазақтың ғылымын дәрежеге шығару керек, бірақ бүгінгі таңда өкінішке орай ғылым кенже қалып баратыр. Енді бұл жерде айтып отқан бағана 30 жыл бойы біз енді мемлекеттің басшылығына, билікке сеніп келдік енді. 30 жыл бойы тіліміз түзеледі деп. Енді 30 жыл бойы күйінгенін айтып отырмын бағана. Өзіміз енді билікке 30 жыл бойы сендік. Тілден бір мемлекеттің тілін белгілі бір торына қондыратындай билік басынан әрекет болған жоқ. Сондықтан әрқайсымыз өзіміз төменде жүрген халық өзіміздің арамызда белгілі бір дәрежеде тілімізді реттеп алайықшы бірінші. Оны реттеу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Әрбір ата-ана осы елдің азаматы, осы қазақ болғаннан кейін бірінші баласын 100% қазақ балабақшаларына беру керек. Қанағат аға айтып отыр, ол жеткілікті емес деп. Неге жеткілікті емес? Әрбір ата-ана қазақ мектебіне берсін. Неге біз Қазақстанда қазір 10-нан астам өзге тілдің мектептері бар Қазақстан бойынша. Оның ішінде өзбек, тәжік, ұйғыр, неміс, енді болса да орыс тілі деген сияқты. Біз неге мемлекеттің қаражатынан біз өзге ұлттардың тілін дамытуымыз керек? Мемлекеттен ақша бөліп салғаннан кейін біз таза қазақтың осы мемлекетте болғаннан кейін қазақша мектептер ашуымыз керек. Ал басқа елдерді көріңіз, Өзбекстанда қазір қазақ мектептері 99%-ға жабылған. Ресейде 2 миллионға жуық қазақ тұрады, бірақ Ресейде бір қазақ мектебі бар ма, мысалы? Біз неден қорқуымыз керек? Өзіміздің Қазақстанда тұрып, біз Америка емеспіз ғой. Көп ұлтты мемлекет қазақ деп құжатымызға жазылмайтындай, қазақстандық деп жазылатындай. Біз Қазақстан тәуелсіз мемлекетпіз. Бірінші кезекте өзіміздің тілді дамыту үшін қазақ мектептерін толыққанды ашуымыз керек. Қанағат аға, сіз қалай ойлайсыз, мектептерді көбейткенде қазақ тілінің деңгейі көтеріледі деп айтуға бола ма? Қазақ мектептері қазір 1000 есе көбейді. Бүкіл Алматыда бір кезде жаңағы міне айтып отыр, жалғыз мектеп болса қазір қанша мектеп бар? Бірнеше 100 мектеп бар. Ал егер ол бүкіл қазақ балаларының осы мектепке тартылуын, барлығын статистикасын қарап отырсаң, қазір қазақ балаларының кем дегенде 70-80% қазақ тілді мектептерде оқиды. Ал оның барлығы мектеп деген енді мектеп ашылды, біз 100% олар қазақ тілін үйретіп береді деген сөз емес. 50% мектеп әсер етеді. Үйдегі ата-ана, отбасы қазіргі кезде мектепке сеніп алып, балам мектепке кетті, қазақша үйреніп келеді деген сөз емес. Ата-аналар әрекет жасау керек отбасында. Қазір біздің ата-аналарымыз не? Әлеуметтік желіге телефонды бала тыныш отырсын дейді, беріп қояды. Ол жерде 99% мультфильмдердің бәрі ютубта орысша. Неге біз осыны қазақ тілді ата-ана алып телефонды, мына қазақ тіліне жаны ашып, қазақша мультфильм көр, қазақша кино көр деп неге қолына беріп тастамайды? Осының бәрі өзімізден келіп тұр. Қанағат аға айтып отыр ғой, қазақ тілі даму үшін біз оны жақсы деңгейге көтеруіміз керек деп. Бүгінгі таңда сіз сол деңгейіне ризасыз ба? Сөйлемегеннен өзге, мысалы мектептерде сөйлемеген бүгінгі таңдағы деңгейіне ризасыз ба? Мен риза болсам бұл жерге келмес едім. Риза болмағандықтан келіп отырмын. Жалпы қазір соңғы 4-5 жылға дейін қазақтың тілінің деңгейі бір шама жоғарылап келе жатыр еді. Осы 4-5 жыл болды қазіргі таңда өкінішке орай ақпараттық соғыста біздер әлеуметтік желіде төтеп бере алмай қалдық, жеңіліп келе жатырмыз. Сондықтан балаларымыз бәрі мынау 2 жыл карантинде мектепке барған жоқ, үйде болды. Барлығы дерлік үйде не істейді? Үйде жатқан бала. Әрине, орыс тілді ақпараттар бойына, миына сіңіреді. Сондықтан да біз осы соңғы 2 жылда үлкен жеңіліске ұшырадық. Сондықтан дәл қазіргі кезде бізде арнайы заң керек. Қазақ тілі туралы 97 жылы жалпы тіл туралы заң енгізілді, бірақ өкінішке орай әлі күнге дейін біз қазақ тілін мемлекеттік тіл деп толыққанды айта алмай жатырмыз. Енді өзіңіз білесіз, тәуелсіздік алғалы 30 жыл болды. 30 жылда сізге мынандай бір статистиканы айтайын. Бар жоғы 3-ақ заң таза қазақ тілінде шығарылған. Қалған 97 заң, мысалы, орыс тілінде шығарылған. Бұл нені айтады? Қазіргі таңда биліктің басым бөлігі әрине өздері қазақша жетік білмегеннен кейін қазақ тіліне деген олардың құлшынысы жоқ. Егер билік басында
70-80% қазақ тілді азаматтар отыратын болса, ол әрине мемлекеттің өзіндік ұстанымы бірінші кезекте қазақ тілі болатын еді. Соған жаны ашитын азаматтар шырылдайтын еді. Бірақ бізде қазақ тілін бір ауыз сөз білмейтін шенеуніктер билік басында отыр. Жоқ, білетін шенеуніктердің өзі дұрыс емес сөйлеп отыр деп отыр Қанағат аға. Қанағат аға, сіз Талғат айтқанына келісесіз бе, Талғаттың айтқанына? Менің көруім, менің зерттеуім, одан алған қорытындыларым, содан кейін менің ұсыныстарымның барлығы бұл кісінің айтып отырғанынан өзгеше. Менің түсінігім басқашалау. Сондықтан мен қазір өзімнің ойымды айтып жатқан кезде сөзді бөлмеу керек. Бұл мысалы мектеп көбейді. 30 жыл айтып келеміз, мектеп көбейіп келеді. Ал қазақтардың үлесі арту керек, артып келеді. Шенеуніктердің арасында мектепті де, жоғарғы оқу орнын қазақша бітіргендер де толып жүр. Енді кім кінәлі, не кінәлі сонда? Ал сөзді бөлмеңіз. Енді мен сізге айтайын. Африканың бұрын осы тәуелдікте болған елдерінде, солардың көптеген елдерінде жергілікті ұлт, жергілікті халық 97-98% құрайды. Ал тілдерін мемлекеттік тілге, өздері тілетіндіге айналдыра алған жоқ. Сондағы неге? Өйткені мәселе жергілікті ұлттың өкілдерінің барлық тұрғындардың ішіндегі үлесі артқаннан ол тілдің жағдайы жақсармайды. Сонысын жергілікті халықтың мектебінің көбейгеннен де тілдің жағдайы жақсармайды. Осы жерде бір біздің математик Асқар Жұмаділдінің бір сөзі келіп отыр. Ол кісі былай дейді: біздің балалары мектептен сабақты оқпай шығады екен дейді. Мектептің оқулықтары түгел қате. Мен бір кезде былай деп жаздым: 5-ші кластың, қазақ тілінің оқулығының 5-ші кластың 1-ші сөйлемінен бастап 9-ші кластың соңғы сөйлеміне дейінгі екі аралықта қазақ тілінде толыққанды, ресми, түсінікті стильмен жазылған сөйлем жоқ. Мәселе сонда болып. Тоқтай тұрыңыз, ары қарай. Мен сізге айтайын, енді сөздіктер. 15 томдық қазақ тілінің, әдеби тілінің сөздігі бар. Ал сол 15 томдық сөздіктің ішінде қазақ тіліндегі заттардың аттарынан басқа, мысалы көше немесе нан деген сияқты сөздерден басқа ұғымдардың, атаулардың барлығы қате болып тұр. Түгелдей. Соны олардың сөздіктердің аудармалары да түгелдей қате болып тұр. Сонда қазіргі қазақ тілінде толыққанды дұрыс сөйлеуге бағыттайтын, сөз қолданысты дұрыс жасауға жіберетін осындай жағдай жоқ. Мұның барлығы бірінші кезекте мектептің саны, процент, жылғы, мына жылғы менен шешілмейді. Филология ғылымының соған жалпы бағдар берілетін философтардың, әлеуметтік психологтардың, тарихшылардың, тағы да басқа қоғамдық ғылымдардың қатысуыменен қазіргі қоғамның өзгеруіне, жағдайына байланысты қазақ тілін соған сай дамытудың концепциясы жасалған жоқ. Сол кезде ғана барып ары қарай дұрыс жолға сонда қойылады. Сондықтан ендігі кезекте бірінші кезекте жаңағы процент, мектеп, сананы мұнын барлығын қоя тұрып, ең алдыменен тілдің, қазіргі қазақ тілін индустриялық қоғамның ресми тілі ретінде дамытудың концепциясын жасау керек. Осыдан кейін барып қана сол концепция арқылы жұмыс жүргізгенде қазақ тілі бір 10 шақты жылдың ішінде толыққанды өзінің мәртебесінде қызмет ете алатындай деңгейге жете алатын болады. Демек 10 жыл жетеді, 10 жылдың ішінде жұмыс істесе жетеді ғой. Ол ауыр, көп жұмыс ол. Мен жаңа айтып кеттім, қайтадан естеріңізге салайын. Толыққанды тіл білем деген адам
Вот. Мына шетелдің филологтарының, лингвисттерінің есептеп шығарған қорытындысы бойынша 12 мың сөзді жиілік ұстанымменен 12 мың сөзді білген адам толыққанды тілді біле алады. Ал бізде осы 12 мың сөз біріншіден іріктеу, жиілік ұстанымменен іріктелу керек, екіншіден ол өңделуі керек, үшіншіден оның барлығы стандарттан жерге түсірілуі керек, төртіншіден осының барлығы түгелде ең алдымен оқулықпен сөздіктерге енгізілуі керек. Содан кейін барып, барлық журналистен, тілді қолданушылардың барлығынан сол бойынша сұрап, сол бойынша талап етілу керек. Талғат, сіз не дейсіз? Дейміз, күрсінеміз қазақ тілі десе. 10 жылда Жоқ, енді... ағаның айтқан несіне? Жоқ, концепция жасалса, ол 10 жылда түзеледі деген концепция емес. Биліктің, жалпы мемлекеттің құлқы болса дейміз ғой, былайша айтқан кезде. Құлқы болса, оны емес, бір-ақ айда түзеуге жіберуге болады қазақ тілін. Заң мемлекеттік тілде шығарыңыз, мемлекеттік тіл қазақ тілі деп, біріншіден. Екіншіден, оған қадамдар жасаңыз. Мемлекеттік тілді білмейтін, бір ауыз сөз сөйлей алмайтын кез келген адам жоғары оқу орнына түсе алмайды, жастар. Және мемлекеттік қызметке алынбайды десе, бәрі үйренішеді. Бізде қазақ тіліне керек қажеттілік туындап отқан жоқ қазір. Бірінші кезекте қажеттілік туындату керек. Біз шырылдап жүріп, осы бір топ қоғам белсенділері, басқалар, осы күнге дейін бізде PhD докторантураға түсу, жалпы ағылшын тілін білу керек деген талап етеді. Әлі күнге дейін сол, енді ол керек әрине әлемдік стандарт бойынша. Бірақ қазақ тілін бір ауыз сөз білмейді, ағылшын тілін білсе, PhD докторантураға түсе бересің. Ал шетелдерде қалай? Шетелге қай мемлекетке баратын болсаң, бірінші кезекте сол елдің тілін білуің керек. Сосын барып ағылшын тілінде, немесе өз тілінде емтихан тапсырасың. Сол кезде оқуға түсесің. Бізде енді былтыр ғана осы PhD докторанттарға оқуға түсу үшін қазақ тілінен тест тапсыртқызатын болды. Бірақ өкінішке орай өте кеш. Осыдан 10 жыл бұрын бастау керек еді ол әдісті. Енді мен сізге айтайын, Қазақстанда 30 жыл болды, жалпы орыс мектептерінде де, аралас мектептерінде де орыс сыныптарға қазақ тілінен пән өтеді, қазақ тілі мен әдебиеті. Бірақ сіз көрдіңіз ба, осы 30 жылдың ішінде орыс мектептерін бітіріп шыққандар нан немесе сәлемдесу деген бір-екі ауыз сөзді білген, сөйлеген, түсінбейді. Сонда біз 30 жыл бойы қазақ тілі мен әдебиеті сабағынан оларға қалай 4 пен 5 қойып келдік? Мәселе осыда. Егер біз шын мәнісінде білмеймін, шын бағасын 2 қойсын. Жоқ, тілдің өзі жұмыс істемей тұр деп тұр ғой аға. Енді Сондықтан оны дамыту керек деп тұр. Әрекет керек, қалай дамыту керек оны? Тек концепцияны жасап алып, бетіне қарап отырсақ, өзінен өзі жасамайды, оған әрекет керек. Бірінші кезекте билік тарапынан әрекет керек, екінші өзіміздің бір-біріміздің арамызда мемлекеттік тілде, яғни қазақ тілінде сөйлейтін әрекет керек. Тек біз билікке сеніп, билік бізге сеніп жата берсе, тағы 30 жыл түгілі 50 жылда да түзелмейді. Онда мынандай сұрақ қойсақ, жалпы қазақ тілінің болашағы бар ма? Аға, сіз айтсаңыз. Қазақ тілінің болашағы өте зор, және оның керемет ары қарай тауға шауып төскірлейтін жағдайға жеткізуге әбден болады. Тек қана оның ғылыми жолын табу керек. Бұған жаңағы мен өзі сөзім айтып кеттім. Демек, қазіргі бізде филология ғасырлық адасу жағдайында. Қазіргі біздің филологтардың жасап жүргендері, сонысын сөздіктер, мұны оқулықтар, содан кейін жалпы қазақ тіліндегі ақпарат түгелдей. Осының барлығы қазіргі заманауи талаптарға сай емес, заманауи адамның рухани қажеттігін өтейтіндей контент жоқ. Демек, қазақ тілде дұрыс сөйлейтін орта жоқ. Осылардың бірін жасайық. Осылардың бірін жасағаннан кейін мен қазақ тілінің маңдайы жарқырап, алға қарай дамып кететініне толық сенімдім. Талғат, сіз қалай ойлайсыз? Контентті жасайтын кім? Жасайтын әрине билік. Бізде енді осы күнге дейін енді кішкене әлемдік әдебиеттерді, тағы басқа бестілерді қазақ тіліне қазір аударылып бастап жатыр. 100 кітап тағы басқа деген сияқты бағдарламалар аясында. Енді бірінші кезде талап керек. Қазақ тілінің болашағына әрине сенеміз, осы елдің азаматымыз. Оған сеніп қоймай өзіміз атсалысуымыз керек.
егер қазақ тілінің қалай болашағына сенбейміз, әрине сенем. Қазақтың қазіргі таңда үлес салмағы 70%-дан асты. Сондықтан әрбіріміз ат салатын болсақ, 10 жыл емес, 3-4 жылдың ішінде әрқайсымыз қазақ тілін дамытуға үлес қоса аламыз. Мысалы, Қазақстан тәуелсіздігін алғалы бері үкімет миллиардтаған ақша бөлді қазақ тілін дамыту үшін. Бірақ күні бойы бұл мәселе шешілмей отыр. Оның себебі неде деп ойлайсыз? Қазақ тілінің тағдырын шешетін билік емес. Қазақ тілінің тағдыры алдыменен ғылымда шешіледі. Ғылымға ақша бөлетін билік қой енді. Ғылымға ақша бөлетін билік қой. Билік ең алдыменен ғылымда кім отыр? Қандай бағытты ұстап отыр? Ол мына қазақ тілін дамытудың концепциясын жасайтын соған қолынан келетіндер ма, келмейтіндер ма? Бірінші осыны біліп алу керек. Екінші, биліктен осыны талап ете отырып, қазақ тілін дамытудың ғылыми концепциясын жасау керек. Ғалым алдыменен барлық жолды көрсетіп, арғы бергін тексеріп, барлығын жесейді. Ол ғылымда шешіледі бірінші кезекте. Билік қайтеді? Билік соған соны тұшынып, сезініп, соған ақша бөледі, ұйымдастыруға көмектеседі. Сондықтан бәрін билік шеше алмайды. Билік білмейді. Билік мына біздің қазақ тілінің проблемасын білмейді. Кім отыр о жақта ол? О жақта мына экономистер отыр, финансистер отыр, тағы да басқалар отыр дейік ал. Мына тілдің мәселесін, толыққанды қазақтың руханияты мәселесін, оның барлығын тереңінен түсінетін о жақта адам жоқ. Сондықтан қазіргі зиялы қауым, әсіресе ол тіл мамандары ғана емес, жалғыз тіл мамандарының қолынан да келмейді ол. Бұған барлық мына зиялы қауым, соның арасындағы осы өзінің ұлтын, мемлекетін өркендетуге мүдделі, соған толыққанды бір стратегиялық бағыттарды айта алатын адамдар, осылар қатысып отырып, алдыменен осы ғылыми шешу жолдарын табу керек, содан кейін барып биліктен талап ету керек. Мінекей, былай істеу керек, былай істеу керек деп. Әйтпесе билік өздігінен олар білуге тиісті емес, олар ондай маман емес. Талғат, сіздің пікіріңіз? 30 жыл бойы талап етуді талап етіп жатырмыз. Біздің тіл білім институты болсын, басқа болсын, Мұхтар Шаханов болсын, тағы басқа тіл жанашырлары, Қазыбек Иса бүгінде депутат болып отқан. 30 жыл бойы тілді талап етіп келе жатырмыз. Бірақ биліктің қазақ тіліне деген бір оң көзқарасын көріп отырған жоқпыз. Енді оң көзқарас болатын болса, ғылымға да, бағана ағамыз айтып отқан концепциясына да, басқасына да барлығына бірдей бұйрық беріп, соған ақша бөлініп, контенттерді, оқулықтарды қазақ тілінде жазып жұмыс істеуге болар еді. Енді тілі өлген ұлт, тірі өлген ұлт деген сөз жақсы айтылып жүру қазіргі кезде. Сондықтан да біз тірі өлуге шақ қалып тұрмыз, дәл осылай кете беретін болсақ. Сондықтан тіл жанашырларының, тіл білім институтының бастамасымен енді біз жақын ортада, енді 25 жылы латын әліпбиіне енеміз деп, оны да кішкене ары қарай шегеріп жатыр. Бірақ дегенмен енді біз кезінде Ахмет Байтұрсынов бір өзі сол кезде қазақтың әліпбиін жасады. Біз бүгінге дейін әлі жабылып жүріп, міне 10 жыл болды. Нақты енетіндей барлық талаптарға сай келетін дей, біз әлі күнге дейін латын әліпбиін жасай алмай отырмыз, жабылып жүріп. Сондықтан да осындай әрекеттерді ертерек жасап, біздің ұрпағымызға қазірден бастап толыққанды мемлекеттік тілде, яғни қазақ тілінде латын әліпбиіне көшіп, барлық оқулықтарды соған аударып кіріспесек, ақпарат саласында біз жеңілеміз. Өйткені қазір бүкіл әлемде, өздеріңіз білесіздер, ағылшын тілінде бүкіл білім ғылым саласы. Сондықтан да бірінші кезекте латын әліпбиіне көшіп, түгелдей біз орыс тілінен біртіндеп арылуымыз керек. Онда мынандай сұраққа, латын әліпбиіне көшуді келесі бағдарламамызға арнармыз, ағаның да айтатыны көп қой ол туралы. Қазіргі таңда мынандай әңгіме айту, қазақ тілін зерттеуші мамандар былай айтады.
Енді кейбіреулер келісуі мүмкін, кейбіреулер келіспеуі мүмкін. Қазақ тілі даму үшін қазақ қоғамы даму керек дейді. Сіз сонымен келісесіз бе аға? Қазақ қоғамы ол бәрін қоршап тұрған, бәрін жиыстырып тұрған қауашақ. Қазақ тілі соның ішіндегі мына әйелдің құрсағында эмбрион сияқты соның бір буыны, бір бөлігі. Демек қоғам қалай алға қарай дамып қалай кетіп бара жатыр, қазақ тілі сол алдыменен қоғамның талаптарына сай даму керек. Мына сұрағыңыз өте ойлы сұрақ. Біздің қоғам қандай қоғам? Біздің қоғам аграрлы қоғам болған. Оттың басы, ошақтың қасы, қоржынтам, жайлау. А қазір қандай қоғам? Индустриялы қоғам, постиндустриалға бағытталған қоғам. Қазіргі мінекей өнеркәсіпті қоғам. Ол мінекей қазіргі заманның алдыңғы қатарлы құқықтық мемлекет орнатамыз деген, товар өндірісін орнатамыз деп жатқан осындай қоғам. Ендеше қазақ тілі өзінің бұрынғы баяғыдағы аграрлық қоғамның, феодалдық қоғамның тұсындағы сипаттамаларын жинап қойып, сол тілдегі қазіргі базалық байлықты жетілдіре отырып, индустриялы қоғамның ресми іс жүргізетін тілі деңгейіне көтерілу керек. Талғат, сіз не ойлайсыз? Енді қазақ тілін дамыту үшін қазақтар дамымаған деп айтуға бұл жерде үлкен бір ұлтымызға кір келтіруге болмайды. Сонда біз қазақ тілінің дамымай жатқаны біздің өзіміздің жан-жақты дамымай жатқанымыз деуге келеді. Онда егер біз қазақ тілі, қазақ қоғамы дамысын десек, біз бұл жерде дұрыс айтып жатқан жоқпыз. Мысалы қазақтар бүгінгі таңда анау әлемде дамыған Google компанияларында істеп жатқан қазақтар, шетелдерде болашақ бағдарламасымен небір жаңалықтарды, небір математикаларды, есептерді шешіп жатқан қазақтың қазір мектептерде, олимпиадада қазақ тілді аудиториялар. Сондықтан біз қазақ қоғамы дамымаған деп айтуға бұл өте бұрыс нәрсе. Мен дамымаған деп тұрған жоқпын, даму керек деп. Соны айтуым, мен дамыды, жалпы сондай пікірдегі адамдарға айтып жатырмын бұл жерде. Сізге емес, ағамыз айтып жатыр ғой, индустриялға дамуымыз керек, біз жайлауда мал бағып агромен айналысып жүрген деп. Ол ондай қоғам бізде, кеңес үкіметі әбден бізді жабайы, оқулықты біз оқытқанбыз деп әбден миымызға сіңірген. Сондықтан ондай ойдан ада болуымыз керек. Біз бүгінгі таңда кез келген салада қазақтар дамыған. Әлемдік олимпиадаларды болсын, шахматтан болсын, біз дамымаған болсақ, шахматтың өзіне білесіздер, қандай ақыл керек, ми керек. Бүгінде қаншама қыздарымыз әлем чемпионы болып жатыр шахматтан да. Сондықтан бұл жерде бірінші кезекте қазақ тілін дамыту үшін бірінші мемлекеттің шенеуніктерден, билік басынан бастау керек. Екінші, халық өзіміз өз арбамызды сүйрейтін дәрежеге жету керек тілді дамыту үшін. Енді менде соңғы сұрақ, қоғам өкілі ретінде әрқайсымыз не істеуіміз керек қазақ тілі даму үшін? Енді қайталануы мүмкін сұрақ, бірақ дегенмен. Қоғамның дамуы мынау спортшылардың саныменен белгіленбейді. Бізде бір кезде спортшы дегенде есіме түсіп отыр. Мынау Европаның велосипедшілеріне миллиондаған ақшаны тауып, сол жерден соны Қазақстанның командасы Астана деген жасатып, мінекей бізде керемет велосипедшілер бар деп, не деп, ол мұлай сырттай бір алдамшы, бүкіл дүниесін алдайтын әрекеттер болған. Қоғамның дамуы қазіргі кезде бұрын да болған, қазір де болған, қазірде қоғамның дамуын шешетін ең бірінші басты сала өнеркәсіп. Демек, мінекей, Қазақстанда товар өндірісі жолға қойылу керек. Бірдеміз. Нарықтық қатынастар. Экономикалық саясат. Толығыменен орнау керек деген 2 деген сөз. Құқықтық мемлекет жетілдіру керек деген 3 деген сөз. Мінекей, осы өнеркәсіптің негізінде, товар өндірісі мен нарық қатынасының негізінде толығыменен ары қарай қоғамның басқа салалары осыған қарап дамиды. Ал қазақ біздің сөйтпей жатыр, бүйтпей жатыр дегеніміз, біздің қазақтар негізінде мінекей осы өнеркәсіпке тартылу жағы әлі күнге шейін жетпей жатыр. Бізде товар өндірісі мүлдем нашар.
Ол алғы мұнайды алып, одан түскен ақшаны бөліп беріп, одан өмір сүріп жатқан деген ол дамығандықтың белгісі емес. Оны мен емес, басқа әлеуметтік социологтар, экономисттер бәрі де айтып жүр. Демек, біздің Қазақстанда тәжіктен басқа ештеңе өндірмейді деген сияқты сөздер. Ал біздің ана бұрынғы елбасы деп аталып келген адамымыздың өзі де айтқан. Мінекей осы уақытқа шейін өзі шеге өндірмейді екенбіз, бұл не деген сұмдық, ұят емес пе деген сөзді айтқан болатын. Ал енді осыдан кейін келіп бізде бәрі керемет жамын жатыр, айтып жатыр, бүйтіп жатыр емес. Ең алдыменен осы индустриялы қоғам, ол индустриялы қоғам болу керек. Ал оған кім тартылу керек? Бірінші кезекте қазақ ұлты тартылу керек. Демек, товар өндірісі, заводтар, фабрикалар, қазіргі заманауи технология, соларға араластыру керек. Ал бізде кейбір оқушылар жақсы, озат, осы ғылымды, техниканы меңгеріп шығады. Ал оларға жұмыс жоқ Қазақстанда. Сондықтан олар қайтеді? Шетелге кетеді. Мінекей сонда, егер бізде осы бағыт жолға қойылатын болса, бұл локомотиві. Жалпы дамудың локомотиві это өнеркәсіп. Өнеркәсіптің дамуына қарай ауыл шаруашылығы дамиды. Өнеркәсіптің қажетін өтеуге ауыл шаруашылығы шикізаттарын беріп отырып дамиды. Ал содан осыған келіп енді халық соған түгелдей қатысқан кезде сонда нағыз өрлеу болады. Мінекей сол кезде қазақ тілі біртіндеп осыған ену керек. Ең алдыменен жеңіл өнеркәсіпке ену керек. Содан кейін тамақ өнеркәсібіне ену керек қазақ тілі. Өйткені бұл салаларда қазақ тілінің базасы, тілдің лексикалық базасы бар. Ал содан кейін барып ары қарай біртіндеп басқа салаларға енгізуге болады. Демек, сіздердің пікірлеріңіз ортаққа неге келеді ғой? Әркім өзінен бастау керек, қазақ тілін оқыту керек, әр ата-ана баласын оқыту керек, әркім өз-өзін дамыту керек. Соған келісесіздер ғой? Жалпы тілді айтқан кезде бұл қазақтың жалпы тіл ұлттың жаны, жанды жері. Енді неге әркім өзінен бастау керек деп жатырмын? Әрине, бүгінгі таңда мемлекет басынан толыққанды сенімнің аздығы болғандықтан амал жоқ, өз арбамызды өзіміз сүйрейік. Еш болмаса, өзіміздің жүрген ортада өзіміздің тілімізді дәріптейік, өзіміз бір-бірімізбен қазақ, бір-бірімізбен қазақша сөйлесейік деген мәселені көтеріп отырмын бұл жерде. Сондықтан да бізде қазір көп халықтың арасында жалпы қоғамда түсінік. Бірінші, билік өзі қазақша сөйлеу басын деп арқаны кеңге жайып қойып жүре береді. Неге біз өзімізден де бастамаймыз? Неге біз баламызды қазақша балабақшаға бермейміз? Неге қазақ мектебіне бермейміз? Біз өзіміз баламызды орыс мектебіне беріп отырып, өзге ұлттарға біз қалай қазақ мектебіне бар деп айтамыз? Біз өзіміз қазақша бір-бірімізбен сөйлемей отырып, өзге ұлттарға қалай біз қазақша сөйлейміз? Қазір Алматы қаласының, алысқа бармай, осы Алматы қаласында жалпы кез келген дүкенге, мейрамханаға барыңыз, қазақ тілінде емес, барлық мәзірдің бәрі орыс тілінде жазылған. Біз жалпы ондай заңдар да кері жұмыс жасап жатыр. Кез келген мекеме бірінші кезекте барлық мәзірлері қазақ тілінде болсын деген заң болатын болса, олардың бәрі жасайтын еді. Қазір біз не бетімізбен барамыз? Мына мәзір бірінші мемлекеттік тілде, қазақ тілде неге жазылмаған десең, ондай заң жоқ. Жалпы тұтынушылардың көбісі осы тілде сұрайды, сондықтан осындай тіл жалпы қайда барсаң ойда бар деп шығарып салады. Сондықтан қазақ тілінің құқығын қоғамдық орындарда болсын, осындай жалпы қызметте болсын, бірінші кезекте жоғары дәрежеге қойып, соны заңға енгізсе, барлық ертесі күні барлық кафе бар ма, ресторан бар ма? Заңды енгізетін де қазақстандықтар ғой. Демек, әркім өзінен бастау керек қой. Жоқ, жалпы заңды енгізетін қазақстандықтар емес, өкімет, мемлекет, енді Қазақстан қоғамның өкілі ғой. Біз енді бағана айтып жатырмыз, индустрияны, басқа өндіріс орындарын қазақ тілін, қазақ қоғамын тарту керек деп. Біз заң алдында бірінші кезекте Қазақстандағы әрбір азаматтың нәсіліне, ұлтына, түріне қарамай, руына қарамай, заң алдында бірдей. Сондықтан сен қазақсың, қазақ аудиториясы мына жұмысқа бар дей алмаймыз. Барлық өңірге, барлық салаға бірдей мемлекеттік тіл туралы заңды енгізу керек. Сонда қазақ тілі өзінен өзі дамуға, ілгерілеуге бағыт алады. Демек, әркім өзінен бастау керек, иә? Өзінен де бастау керек және заңда шығару керек. Аға, сіз де келісесіз бе?
Өзінен бастайық, өзіміз қазақша сөйлессін деген көп айтылып жүрген, әбден жауыр болған, 30 жыл емес, 100 жыл болған, ешқандай нәтиже бермеген, нәтиже бере алмайтын бір көпірген, бір жайылып кеткен, бір көпіршік сөздер оның барлығы. Ал мен жаңағы сол айтқанды мен қаламын, егер қазір менде толыққанды барлық жан-жақты зерттелген ғылыми тұжырымдама бар. Сол тұжырымдама бойынша ең бастысы қазақ тілін, жаңа айтқан сөзді қайталауға тура келеді, заманауи индустриялы қоғамның талаптарына сай жетілдіру керек. Содан басталады. Жетілдіруде енді сол қоғам жетілдіреді ғой, сондықтан ол қоғам ол бізден тұрады ғой, әр адамнан тұрады ғой. Сондықтан екеулеріңіз келісесіздер ғой, әркім өзінен бастау керек деген. Әр адамнан тұрады, но сол қоғамның әр адамын қоғамның жоғарғы жағындағы элита, зиялы, солардың арасындағы мынау ғалымдар, әсіресе бірінші кезекте философтар, қазіргі заманның ең шешуші факторы ол әлеуметтік психологтар. Содан кейін басқа мамандардың барлығының солардың ойлары мен идеяларын қорыта отырып, жалпы қоғамның даму концепциясы, соның ішінде осы тілдің руханиядағы дамудың концепциялары жасалуы керек. Онсыз бізде көптеген сөздер ылғи айтылады. Идеология жоқ деген. Идеология жоқ екендігі рас, бірақ біз қазір оны идеология деп айтпаймыз, саяси философия деп айту керек. Демек, осы бүкіл қоғамды, соның ішінде рухани, соның ішіндегі тілді дамытатын саяси философия жасалу керек. Ол ғалымдардың күшімен, интеллигенттің күшімен жасалады. А бұқара ешқайда бармайды, ереді бәрін, істейді бәрін, істейді. Түсінікті. Аға, сіз өз көзқарасыңызды қалдыңыз, Талғат, сіз өз көзқарасыңызды қалдыңыз, бірақ екеуіңіз де қазақ тілінің болашағына сенесіздер ғой? Мәселе мүдде бір, нысана бір, мәселе ниет бір. Солай ғой. Вот о жағына нем дәлейін. Сонымен екеуіңіз бір-біріңізбен қол алыссаңыздар. Пікір алуандығы деген қалыптағы нәрсе, ол болу керек. Бір нәрсеге келісіп алып, бірін-бір қостап шығып, бәрі солай екен деп кете берме. Осы жерде әр түрлі пікірлер айтылу керек. Жұртшылық сол түрлі пікірлерді тыңдау керек. Бұл қалыптағы нәрсе, өте дұрыс нәрсе. Біздің жаңағы бағдарламаның дәстүрі бойынша екі ұрпақ өкілі бір-бірімен қол алмасып, өткен мүнде жақсылық болсын, табыс болсын, болашағы алда, әлі талай асулардан асатын қызметтерді жасайтын күшің бар, жігерің бар. Саған творчестволық табыс тілеймін. Ғылымда, тарих айналысып жатсың ба? Тарихтың мәселесі өте көп. Құрметті көрермендер, біздің тағы бір пікіріміз бар. Енді сарапшының пікіріне назар аударсақ. Баяғы жартас, сол жартас дегендей, осы жолда тіл мәселесіне қатысты тиімді, орынды, өзекті ойлар айтылмаған сынды. Талқылауға қатысқан бірде-бір тарапты жақтап қолдай алмаймын. Талқылауға қатысушылардың көзқарастарын редукционизмге жатқызуға болады. Редукционизм дегеніміз күрделі құбылыстардың белгілі бір жақтарына ғана көңіл бөліп, соның төңірегінен шықпай қорытынды жасау тәсілі. Аралас мектептер болсын, қазақ филологиясының дамуы болсын, тіпті қазақ тіліндегі контент болсын, басқа болсын, бұл күнделікті көзге түсетін жайттар тіл мәселесін жүйелі түрде қамти алмайды. Бүгінгі Қазақстандағы тіл мәселесінің шешіміне өзінің айтарлықтай үлесін қоса алмайды. Дегенмен Қанағат Жүкеш мырзаның қазіргі қазақ тілінің күрт қарабайырлану үдерісіне көңіл бөліп отырғанын аса маңызды деп санаймын. Бұл үдеріс тілдің реализациясы деп аталады. Қарапайым тілмен айтқанда, ол қазіргі қазақ тілі орыс тілінің калькасына, көшірмесіне айналып бара жатқанын білдіреді. Ал Қанағат Жүкеш мырзаның қазақ тілін аграрлы тіл деп атап, оны индустриалды тілге айналдыру деген пікіріне үзілді-кесілді қарсымын. Оның себептерін түсіндірейін. Бұл жерде тілдің модернизациясы туралы сөз қозғалып отыр. Оның не екенін, сол модернизациясының талаптарын, шарттарын қазіргі кезде ешкім біліп те түсініп те отырған жоқ. Өз басым, тіл модернизациясы қазақ тілінің тек сөздік қорын мүмкіндігінше кеңейту талабын қойса, оны қуана қолдар едім. Бірақ осы орайда тілге қатысты аса қауіпті жағдайдың туындауын ескеру қажет. Кейбір
шаш ал десе бас алатындардың қазақ тілінің грамматикасы қиын деп оны өзгертіп жеңілдетеміз деген пиғылынан үрейленемін. Қоғамның өз ана тіліне немқұрайлы қарайтын жағдайда тілдің ешбір кінәсі жоқ. Бәріне де кінәлі қоғамның өзі. Біз жылдар бойы тіліміз дамымайды, оның жағдайы мүшкіл деп байбалам салып келе жатырмыз. Тілдің дамымайтыны рас. Ал елімізде қарқынды дамып келе жатқан сала бар ма екен? Нені мақтан тұтуға болады? Өнеркәсіп, ауыл шаруашылығымыз, ғылымымыз уақыт талабына сай дамып келе жатыр ма екен? Демек, тіл мәселесі де басқа салалардағы күрделі мәселелермен қатар өзінің оңтайлы шешімін таба алмай жатыр. Осы жайтты біз әлі күнге дейін ескермеппіз. Ағама жеңгем сай деген осы. Шынын айтсақ, қазіргі Қазақстанда тілдің дамуын көздейтін жағдай мүлдем жоқ. Тілдің даму адамнан адал еңбегін талап етеді. Сол күнделікті еңбекке құрметпен қарайтын елміз бе, қоғамбыз ба? Қазақ тілі киелі тіл. Қазақ тілі еркін елдің тілі. Қазақ тілі демократия тілі. Қазақ тілі парақор мен құлдардың тілі емес. Қазіргі қазақтың өз тілінен айырылып отырғанының басты себебі ол қазіргі қазақтың өз еркіндігінен айырылып отырғаны. Осы қағиданы ұстануымыз керек. Қазақ тілінің өміршеңдігі Қазақстан қоғамының еркіндігімен тығыз байланысты. Құрметті көрермендер, бұл тақырыпқа біз әлі қайта оралатын боламыз. Осы видеоның түбінен сіздер өз пікірлеріңізді қалдырып, дауыс берулеріңізге болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.